Ассалаумағалейкум достар, менің есімім Акон Тажбаев. Бүгін мен осы блогымда ұл гормоны тестостеронды қалай табиғи жолмен көтеруге болатындығын сіздермен бөлісетін боламын. Достар, қазір әңгімемізді бастамас бұрын міндетті түрде маған тіркеліп кетші дәл қазір. Осы видеоға лайк басып кет. Дәл солайынан біз қазақша фитнес контенттің дамуына көп үлкен үлесімізді қосатын боламыз. Сондықтан да достар, мен сіздерге сенемін. Давайте, дәл қазір күтем. Лайк басып кетіңіздер маған тіркеліп кетіңіздер. Егер дәл сол істеп болсаңыздар, әрі қарай баста менің осы айтайын деп тұрған нәрселерім өте маңызды, сондықтан да сіздерге пайдасы тиеді деген үміттемін. Сондықтан да мен өзім спорттан хабарым бар екенін көрсету үшін сіздерге бірінші өзімнің формамды көрсетейін. Қазіргі формам осындай. Достар, менде алдында тестостеронның түсіп кетуіне байланысты менде денемде артық осындай жирлар пайда болған болатын. Сондықтан да қазір табиғи жолмен тестостеронды көтеріп жатырмын. Сондықтан да кішкене формамды жаймен дұрыстап жатырмын. Сіздерге де дәл соны қазір бөлісетін боламын. Мұқият барлығын тыңдап алыңыздар. Ең бірінші достар, қазір тестостеронның не екенін айтатын болайық. Қазір соңғы кезде бізде жас балаларда семіздік көп, және де половой активность болады ғой, соның барлығы өте төмен, әлсіз болып бара жатыр еркектер. Оның барлығы осы тестостеронға тікелей байланысты. Тестостерон аз болса половой активность түседі, сіздің мышцаңыз өспейді, әлсіз бола бастайсыз, агрессия бола бастайды, стресс, апатия, барлығы дұрыс емес, артық майлар көбейе бастайды. Сондықтан да тестостерон именно ұл балаларға нормада тұруы өте міндетті. Қазір көбінесе еркек балалардың қыздарға желаниясы болмай, осы постельный отношениясы дұрыс болмай, әлсіз болып жүреді. Сондықтан да егер де мен айтатындарым барлығын дұрыс қазір тыңдап алыңыздар. Ең бірінші тестостерон деген ол ұл гормоны, міндетті түрде ұл гормоны болады. Ол қатты жоғарыда болып кетпеу керек, қатты төменде болу керек. Жоғары болып кетсе де ол қатты адамда ұл балаларда агрессия пайда болады, денесінен жүн шығып кетеді, прыщик шығып кетеді. Ол вообще тоже дұрыс емес. Ал наоборот, тестостерон төмен болғанда дұрыс емес. Мен айттым ғой жаңа, постельный отношения дұрыс болмайды, денеңізде артық май пайда болады, стресс, барлығы осы тестостеронның аз болғанынан. Енді біз қазір тестостеронды қалай көтереміз, сол жайлы әңгіме қозғасақ. Негізі тестостеронды ең бірінші көтеру үшін ұл балаларға, әсіресе ұл балаларға тестостерон көтеру үшін физический активность болу керек. Аптасына 3 рет, кемінде 3 рет. Нагрузка қатты жоғарыда болу керек, қатты төменде болу керек, тоже орташа болу керек. Егер де қатты сіз өз-өзіңізді қинайтын болсаңыз, тренировкаде, наоборот, ол кезде тоже тестостерон түсіп кетеді. Сондықтан да орташа нагрузкамен. Именно мен тренировканы алатын болсам, именно фитнес жағы, мен приседанияны сіздерге кеңес айтатын едім. Дұрыстап техникамен дұрыстап жасасаңыздар, тестостеронды көтеруіне тікелей әсер етеді. Сондықтан да міндетті түрде приседания жасаңыздар. Бірақ дұрыс техникамен қатты ауыр вес емес, орташа веспен жасасаңыздар болады. Ең бірінші бұл тестостерон көтерудің бірінші жолы. Яғни тренировка, физический активность кемінде аптасына 3 рет. Түсіндік қой. Енді екінші ол ұйқы. Міндетті түрде күніне 8-9 сағаттық ұйқы болу керек. Егер де сіздің ұйқыңыз қанбаса, сіздің тестостероныңыз бірден түсіп кетеді. Денеңізде восстановление болмайды. Егер де сіз спортпен айналысып жүрсеңіз, мышцаңыз өспейді. Ал спортпен айналыспасаңыз да сіздің миыңызға нагрузка. Сондықтан да бүкіл миыңыздан бастап бүкіл денеңіз восстановление болу үшін міндетті түрде дұрыс ұйқы қажет. Бұл тестостерон көтерудің екінші жолы. Және тестостеронды көтеретін үшінші жолы ол дұрыс тамақтану. Қазіргі кезде біздің қоғамда семіздік көбейіп бара жатыр. Даже жас балалар, кішкентай балалардың өзі семіз болып бара жатыр. Оны ойлайды көп тамақ жегеннен деп. Жоқ, олар тестостеронды түсіретін тамақтармен, яғни азық-түлікпен қамтамасыз етіліп жатқандықтан, олардың тестостероны азайып, денесінен артық май пайда болып жатыр. Сондықтан да достар, дұрыс тамақтану керек. Именно тестостерон көтеретін дұрыс тамақтар бар. Мен қазір оның барлығын айтатын боламын. Ең бірінші, қазір көбісі фастфуд даладан тамақтасын алады. Горилла, энергетиктер, газ, сусындар, оның барлығы керек емес нәрсе. Супермаркетте тұрған 90% продукт сіздің организміңізге түк те
керек емес. Сондықтан да достар, дұрыс тамақтаныңыздар. Программа питания болу керек, программа тренировка болу керек. Түсіндік қой. Сіздерге айтатыным, ең бірінші тестостеронды көтеру үшін мен өзіме эксперимент жасағаным, ол табиғи таза бал еркектерге міндетті түрде көмектеседі. Күніне 2 қасық просто осы араның таза қан қосылмаған таза балын жейтін болсаңыздар, сіздер тестостерон жақсы көтеріледі. Балмен мынандай орехтарды қосып жесеңіздер вообще күшті болады. Және де 4 нәрседен бас тарту керек. Ол жирный, жареный, мучной и сладкий. 4 нәрседен бас тартыңыздар. Сіздің дене бітімдеріңіз қалпына келе бастайды, денеңізден артық майдан арыла бастайсыз, және де тестостероныңызды көтеруге тікелей осы әсерін тигізеді. Осы тестостерон көтерудің 3 жолы осы мен үшін. Сіздер осының барлығын байқап көріңіздер, міндетті түрде результаты болады. Мен шынымды айтсам, көбісі мән бере бермейді осындай тестостеронға. Көбісі спортта жүргендер черный сторона дейді ғой, яғни анаболический препараттарды қолданады. Ол мен мүлдем қарсымын ондайға. Сіздің денсаулығыңызға өте зиян келтіреді. Ол әрине анаболический стероидтер, олар тестостерон, но ол табиғи тестостерон емес, ол искусственный тестостерон. Сондықтан да ол сізге міндетті түрде зияны тигізеді. Сондықтан да мен оны қолдамаймын. Тек тестостерон көтерсеңіздер, таза жолмен көтеріңіздер. Осы ақпарат мен жаным асып осы сіздермен бөліскім келді, сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Менде видео шықпағалы достар, негізі көп болған болатын. Қазір ютубқа осылай ақпараттар салып отырмын, ол просмотр көп жинай ма жинамай ма білмеймін, бірақ ол осы барлығыңыз осы көріп отырсаңыз сіздің қолыңызда. Міндетті түрде менің блогтарымда WhatsApp арқылы өзіңіздің спортпен айналысып жүрген достарыңызға, спортпен айналыспаса да таратсаңыз болады, именно осы видеоны. И маған тіркеуді ұмытпаңыздар. Достар, сұрақтарыңыз болса міндетті түрде комментарийға қойыңыздар. Мен оны қолымнан келгенше сіздерге жауап қайтаруға тырысамын. Сондықтан да сау болыңыздар. Келесі кездескенше мен апта сайын блог шығарып отырамын, және сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Сау болыңыздар достар.